бала үшін мектеп үлкен өмірге алып кірер киелі босаға болса, ата-ана үшін ол ұрпағына қатысты ең асыл арманына үміт жалғайтын қасиетті ұғым. Сондықтан да халқымыз қашанда білімнің парқын түсіне білген. 1 қыркүйекте Қазақстанда жаңа оқу жылы басталды. Теміртау қаласында 29 білім беретін мектеп жұмыс істейді. Шаһарымызда осы жылы 2131 бала мектеп табалдырығын аттайды. Ертеңгі күні біздің еліміздің аузын толтырып мақтанатындай азаматшылар болыңыздар. Өте бір жақсы білімді балалар болып осы табалдырықтан аттап келесіде 11 бітіргенше ыңғай 5-пен 4-ке оқыңыздар, ыңғай 5-ке оқыңыздар. Мынандай мұғалімдарыңыз бар. Сол жақсылық тілеймін сіздерге. Аталмыш күні қала әкімі Ғалым Мәшімов шаһарымыздағы нөмірі 15-ші Қазақ мектеп гимназиясының алғашқы қоңырау салтанатына қатысты. Шара барысында мектеп ұжымы қала басшысына шағын экскурсия өткізді. Мұнда оқу процесін жетілдіруге бағытталған мектептердегі жаңалықтар туралы айтылды. Оқу озаттарының әртүрлі жобалары таныстырылды. Сыныпқа барған балаларды 15-ші гимназия Қазақ гимназиясына келіп құттықтап, жаңағы балаларға ақ жол тілеп, алға қойған мақсаттарына жетулеріне біз енді сондай бір үлкен үміт қойып отырмыз осы балаларға. Бүгін білім күні, сол үлкен ұжым, 44 мұғалім бар 15-ші мектепте. Жетістіктері мол, олимпиада болсын, ЕНТ болсын, бәрінде бірінші орында жатқан гимназия. Сондықтан енді осындай білім орындары бізде үлкен жетістіктерге жете берсін. Бәріңізді бірінші осы білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күнді 1-ші сыныпқа енді ғана қадам басқан бүлдіршіндер асыға күтті. Салтанатты шараға олар жаз бойы дайындалды. Жаңа оқу жылындағы құттықтаулардан кейін егемен елдің болашақ ұрпақтары мектепке енді ғана қадам басқан 1-ші сынып оқушылары жалықпай білім іздейтіндіктерін білдіріп, өлең шумақтарын оқыды. Салтанатты жиыннан кейін барлық оқушыларға «Мен өз елімнің патриотымын» тақырыбында патриоттық тәрбие сағаты өткізілді. 1 қыркүйек мектеп оқушыларының ғана емес, әртүрлі жастағы кез келген мамандық иесінің, бүкіл халықтың мерекесі. Сол себепті ол білім күні деп аталады. Білім күні жылына бір-ақ рет өткізіледі. Ал білім жыл 12 айдың барлық 365 күні бойына, тіпті бүкіл ғұмыр бойына жиналады. Мектеп босағасын тұңғыш аттаған бүлдіршіндерге ұстаздары дәл осы туралы әңгімелейді. Балалар мектепке көптеген пәндер математиканы, табиғаттануды, сурет салып ән айтуды оқып үйренеді.